Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі мейіз туралы айтатын боламыз. Мейіз кептірілген жүзім. Мейіздің адам ағзасына тигізетін пайдасы белгілі. Бұл витаминдер мен минералдарға өте бай антиоксидант. Бірақ біз кептірілген жүзімнің қауіптілігі туралы жиі естиміз. Мейіз кептірілген жүзім және ол кептірілген жемістердің танымал және пайдалы түрі. Оның басты артықшылығы құрамында 80%-дан астам қант, шарап және линол қышқылдары, азотты заттар, талшықтар бар. Сондай-ақ мейізде витаминдер А, В1, В2, В5, калий, бор, темір, фосфор, кальций, магний, натрий бар. Мейіз иммундық жүйені нығайтуды қажет ететіндерге пайдалы әрі қажет. Кептірілген жүзімнің құрамында антиоксиданттар бар, ал кептірілген жидектерді жеу әртүрлі аурулардан әлсіреген денені нығайтады. Мейіздегі бордың мөлшері оны остеопороз бен остеохондроздың алдын алу құралына айналдырады. Бор сүйектерді құруға және нығайтуға арналған бастапқы материал болып табылатын кальцийдің толық сіңуін қамтамасыз етеді. Мейіз суы арқылы бауырды 2 күнде толықтай тазартуға болады. Бауыр ағзаға қажетті жылудың 1/3 бөлігін шығарады және қан айналымына, май молекулаларына және басқа барлық метаболизмге тікелей әсер етеді. 24 сағатта бауырдан 2000 литр қан өтеді. 70 жастағы адамның бауыры орта есеппен 1,5 тонна көміртегі гидратын өңдейді. Бұл оның қандағы қант деңгейін реттейтіндігін білдіреді. Ұйқы безі мен бүйрек үсті бездері осы процеске қатысады және организмдегі глюкозаның мөлшерін реттейді. Бауыр қан ұю процестерін басқарады және қанға бірнеше маңызды иммундық ақуыздарды бөледі. Өт қышқылдарының көмегімен майлар А, Д, Е, К дәрумендерін реттейтін молекулаларға бөлінеді. Ендеше сіз мейіз суы арқылы бауырды толығымен тазарта аласыз. 2 күнде сіз алғашқы нәтижелерді сезіне аласыз. Гепатит А, Б, С, бауыр циррозы және сіз қабылдаған дәрі-дәрмектер мен инъекциялар бауыр проблемаларын тудыруы мүмкін. Сондықтан бауырды үнемі тазарту керек. Қалай дайындауға болады? Алдымен сапалы мейіз сатып алу керек. Мейізді ыдысқа салыңыз да үстіне су құйыңыз. 1 кесе мейіз болса, 3 кесе су құясыз. Содан кейін 2 минут қайнатасыз, салқындатасыз содан кейін. Одан кейін дайын мейіз шырынын қайнатқаннан кейін 24 сағаттан соң қолданыңыз. Таңертең аш қарынға 1 стакан мейіз шырынын ішіңіз. Осылай 2 рет қолданғаннан кейін сіз алғашқы нәтижелерді сезіне бастайсыз. Препаратты 1 апта ішу ұсынылады. Бауырды мейіз шырынынан тазарту кезінде дұрыс тамақтану және алкогольден бас тарту керек. Сіздермен болған адам ағзасы менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кеттіңіздер. Сау болыңыздар.